Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа конституция жобасын әзірлеу жұмысына тікелей қатысып, азаматтар мен қоғамдық ұйымдардан түскен ұсыныстарда жеке өзі зерделеген. Кейін сарапшылар және кеңесшілермен бірге ата заңның кіріспесі мен бірқатар баптарының мәтінін дайындауға атсалысқан. Бұл туралы президент әкімшілігінің басшысы Айбек Дәдебай өз сұхбатында мәлімдеді. Оның айтуынша Қасым-Жомарт Тоқаев парламенттік реформалар жөніндегі жұмыс тобы және конституциялық комиссия өкілдерімен аптасына кемінде бір рет тұрақты түрде кездесіп отырған. Жиындар мазмұнды өтіп, кей жағдайда 1 сағаттан да ұзаққа созылған. Түнгі уақытта да президентіміз осы мәтінмен жеке өзі жұмыс істеген президент әкімшілігінің жауапты қызметкерлері жақсы біледі. Жалпы жаңа конституция жобасының мәтінінде мемлекет басшысының саяси бағдарының басты қағидаттары, қоғам мен мемлекеттің дамуына қатысты көзқарасы, сондай-ақ ұстанымдары кеңінен көрініс тапқан. Сол себепті сөзсіз Қасым-Жомарт Кемелұлы жаңа конституциямыздың басты авторы болып табылады. Айбек Дәдебайдың сөзінше референдумға дайындық қарқынды жүріп жатыр. Негізгі басымдық барлық рәсімдердің заң талаптарына сай қатаң сақталуы. Дауыс беруді ұйымдастыруда орталық сайлау комиссиясына маңызды міндет жүктелген. Ал мемлекеттік органдар сайлау учаскелерінің жұмысынан бастап мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қолайлы жағдай жасауға дейін референдумның жоғары деңгейде өтуін қамтамасыз етуі тиіс. Бұл референдумның еліміз үшін де, барлық азаматтарымыз үшін де маңызы өте зор. Сондықтан барлық құқықтық рәсімдердің сақталуы, заң талаптарының қатаң орындалуы өте өзекті болып тұр. Бұл ретте орталық референдум комиссиясының атқарар рөлі ерекше болмақ.